Тәуелсіздік күні қарсаңында азаматтық қорғаныс саласының қызметкерлері ант қабылдады. Бұл күні өңірдің өрт сөндіру қызметі 19 маманмен толықты. Сондай-ақ Жеңіс алаңында өткен шарада төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Жасұлан Жұмашев құрылымдық бөлімшелерге өртке қарсы және апаттан құтқаруға арналған су жаңа техниканың кілттерін табыстады. Қырағылықпен қызмет қылу әр құтқарушы үшін қасиетті борыш. Әрине маңызды кәсіп ант қабылдаудан басталады. Салтанатты рәсім әр маманның жадында сақталатын ерекше сәт. Отанға адал қызмет етуге ант берген 19 қызметкердің бірі Ақниет Бауыржанов. Бүгінгі ант қабылдау рәсіміне қатысып жатқаныма шын жүректен қуаныштымын. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Қасымда жас қызметкерлерді бүгінгі ант қабылдау рәсіміне шын жүректен құттықтаймын. Біздің ең бірінші мақсатымыз адам өмірін құтқару. Бұл біз үшін үлкен дәреже, мәртебе. Төтенше жағдай қызметкерлеріне жүктелер жауапкершілік салмақты. Сондықтан олар өз қызметтерін кәсіби білікпен жоғары адамгершілік ұстанымдарын негізге ала отырып, абыроймен атқаруды парыз санайды. Материалдық техникалық базаның нығаюда құтқарушылардың қызметін жеңілдете түсуде. Салтанатты шарада төтенше жағдайлар департаментінің құрылымдық бөлімшелеріне 12 су жаңа техника тарту етілді. Құтқару жұмысы, өрт сөндіру жұмысын атқару үшін жаңа техника болғаны жақсы ғой. Алдында көктемде өздеріңіз білесіңіздер, біздерге дейтін бірнеше техника беріп еді. Қазірде енді мына күзде берген техникаларымыз осы ақтық. Мынадан басқа тағы да 2 УАЗ алып жатыр. Мына бүгін мемлекеттік бюджетінен төтенше жағдай комитеттің бөліп алып бергені. Салтанатты шарада сондай-ақ салада ұзақ жыл еңбек еткен ардагерлерге де құрмет көрсетілді. Рауан Дәли, Алтынбек Тынышқалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық арнасы.